Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге Түркиядағы бастауыш және орта мектептердегі білім жүйесі жайында ақпарат беретін боламын. 2017 жылы мен Измир қаласына келген кезде менің ұлым 5-ші сынып, ал қызым 1-ші сыныпқа бару керек еді. Осы қаладағы жақсы райондардың бірі деп саналатын Борново деген жерге жайғастық, және де үйіме жақын болсын деп екі мектепті де үйіме жақын жерден таптым. Біреуі бастауыш, біреуі орта мектеп. Мектепке алғашқы күн барған кезде-ақ көп нәрсе көңілімнен шықпады. Қазір оның себептерін сіздерге айтып беретін боламын. Біріншіден, Түркиядағы мектептер өте ескі. Ең кем дегенде 30-40 жыл болған мектептер. Күтімсіз, іші де кірленген, сырты да кірленген, ішіндегі заттарының бәрі ескірген. Екіншіден, мектептерде, жаңағы сыныптарда балалар саны тым көп. 35, 45, 50-ге дейін баратын бала саны. Мен ондайды өзім мүлдем көрмеппін. Өзіңіз ойлаңызшы, бір ғана мұғалім 40-50 шақты балаға қалай білім және тәрбие бере алады? Әрине ондай кезде білімнің сапасы да жоғалады, тәрбие де өте ақсап қалады. Келесі маған ұнамаған нәрсе, кемістігі маған ұнамаған, бұл мектептерде жабық спорт саланы жоқ. Жаңбырлы, қарлы, суық ауаларда балалар сыныптың ішінде отыруға мәжбүр болады. Яғни, дене шынықтыру сабағына өте немқұрайды қалайды. Содан мен өзімше ойладым, бұл жақта семіздікке шалдыққан балалардың санының көп болуы да одан бекен деп. Келесі маған ұнамаған жағы, мына аулалар өте кішкентай, таптар, және де жердің бәрін бетонмен төсеп тастаған. Ол жерде не волейбол ойнайтын алаң, не бір бақша, бау-бақша, ондай нәрсе атымен жоқ. Енді жас балалар, кішкентай балалар үзіліс кезінде жүгіреді, ойнайды, доп ойнайды. Құлап қалса міндетті түрде біреу аяғын сындырып, біреу басын жарып, сөйтіп жатқан оқиғаларға өзім көп куә болдым. Скорый помощьтар келіп жатады, ананың баласы ондай бопты, мынаның баласы мұндай бопты деген жағдайларға көп куә болдым. Келесі бір кемшілігі, достар, бұл жақтағы мектептерде мен асхана көрмедім. Біздегі мынандай үлкен, рахаттанып, осылай кең асхана жоқ. Кішкентай буфеттер бар, ол жерде ұннан жасалған пирог, булочка сияқты фастфудтар дейміз ба, сондай тіске басарларды ғана алып жейді, ал сорпа ішу, палау жеу, котлет жеу сияқты ондай асхана мүлдем жоқ. Мен өз басым көрген жоқпын. Ал одан кейін тағы да мені таң қалдырған нәрсе, және мен оны осында бірінші рет көріп тұрмын, мектепте библиотека бөлмелері жоқ. Қалай мектепте үлкен, соншама бала тәрбиеленіп жатқан жерде библиотека жоқ, кітапхана жоқ. Тек қана сол мектептің өзі берген бір 8-10 шақты кітаптармен баланы заманауи талапқа сай етіп қалай тәрбиелеуге болады? Өздеріңіз ойлаңыздаршы. Одан кейінгі тағы ұнамаған бір жағы, бұл жерде отбасылары балаларын асыра тәрбиелейді, асыра былай еркелетеді да, патшам, күнім, принцессам, падишахым деп осы айтқан бәрін істейді ғой, біздегідей емес мысалы да. Содан ба балаларының бір өзіне сенімділігі жоғары ма, әйтеуір істегісі келмесе, тәртіпке бағынғысы келмесе, олар бағынбайды, сені тыңдамайды да, осы жүгіріп жүре береді. Яғни дисциплина аз да, дисциплина біз сияқты момын, айтқаныңа көнетін балалар сияқты емес. Тағы да маған өте өрескі көрінген нәрсе, мынау бастауыш мұғалімдері, мысалы, ауырып қалса, немесе қандай да бір себептермен жұмыстар шығып қалса, бір жаққа кетсе, ана класты бүтіндей отмена жасай салады. Сонда ана сынып 5-6 күндеп, бір апталап, 10 күндеп мектепке бармай үйінде жүре береді. Неге мектеп жоқ деп сұрасаң, мұғаліміміз ауырып қалды, немесе мұғаліміміз бір жаққа кетіпті деп сондай себеп айтады да. Бұлардың бәрі, достар, мен өзім үшін өте үлкен минустар, кемшіліктер. Сондықтан бұл видеом сіздерге, яғни әрі сіздерге пайдалы ақпарат болсын, біле жүріңіздер. Әрине бұл видео сіздерге ұнаса, өтініш каналыма жазылып, сұрақтарыңыз болса сұрап, пікір қалдырып, лайк басып, қолдауларыңызды өтініп сұраймын. Көріп тамашалағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.